Гиннестің рекордтар кітабына енген адам сенгісіз жаңа жетістіктер. Әлемдегі таңғажайып адам сенгісіз әрекеттердің авторын сізге Гиннестің рекордтар кітабынан басқа ешқандай дерек көзі толымды етіп айтып бере алмайды. Басылым өткен жылы 4000 таңғалдырарлық жетістіктер мен рекордтарды жария етті. Әр адам кітаптан қызық нәрселер таба алады. Үй жануарларын таңғалдыра алатындай адам денесінің шексіз мүмкіндіктерін де байқауға болады, дейді кітаптың шеф-редакторы Крейг Глендейл. Ендеше соларға тоқталсақ. Тайлақтың ең биікке секіруі. Ұлыбританиядағы жануарлар орталығында Каспа есімді тайлақ әділ қазылардың көзінше 1 метр 16 сантиметрге секіре алған. Өкшені артқа толықтай бұру. Солтүстік Лондонда тұратын 14 жастағы Максвелл Дей өкшелерін 157 градусқа дейін бұра алады. Иттің ең ұзын құйрығы. Ирландиялық Кион есімді 5 жасар иттің құйрығының ұзындығы 76 сантиметр. Ат өртеніп жатқан адамды сүйреп бара жатыр. Австриялық Джозеф Титлинг аттан 500 метр қашықтыққа жатып сүйрелген. Ең үлкен ауыз. 47 жастағы неміс Бернт Шмидт аузын 8-7 сантиметрге дейін керіп аша алады. 57 жастағы италиялық Димитри Панчиера бір уақытта аузына 121 балмұздақ шаригін сыйдыра алады. Әлемдегі ең үлкен ит. Данияның Альба қаласында тұратын Лизидің бойы 93 сантиметр. Ірі дөңгелектері бар әлемдегі ең үлкен жүк көлігін америкалық Джен және Брэд Кэмпбеллдер құрастырған. Оның ұзындығы 9,75 метр. Әлемдегі ең үлкен кебіс Америка құрама штаттарындағы Кейси қаласында орнатылған. Оның ұзындығы 3,5 метр, ені 1,5 метр, ал биіктігі 1,45 метрге жетеді. Әлемдегі бургерге арналған ең үлкен топтама. Неміс Гарри Сперл сірә фастфудты өте қатты жақсы көрсе керек. Оның топтамасына 3724 түрі кірген. Әлемдегі сақалы бар ең жас әйел. 24 жастағы британиялық модель Харнам Каур. Америкалық Лоренс Стамп әлемдегі ең үлкен музыкалық аспапты жасап шығарған. Оның ұзындығы 3,9 метрді құрайды. Флорида штатында тұратын Шарлотта Гуттенберг әлемдегі денесі татуировкаға толған жалғыз зейнеткер. Оның денесінің 91,5%-ын тату жауып тұр. Әлемдегі ең үлкен пошта жәшігін америкалық Джим Болин құрастырған. Ұзындығы 1,7 метр. Британиялық Иэн есімді адам Доктор Кто сериалына арналған әлемдегі ірі топтаманы жасап шықты. Жер бетіндегі ең ұзын мысық Лудо деп аталады. Ұзындығы 116 сантиметр.